Еліміздің денсаулық сақтау саласында орта арнаулы білімді мамандар даярлауда жемісті еңбек етіп келе жатқан тарихи терең білім ордасы Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжіне 90 жыл толып отыр. Өзіндік тарихы, бағыт бағдары бар, тағылымы мол, білім шаңырағының іргетасы 1935 жылдың 4 тамызында халық денсаулық сақтау комиссариатының арнайы бұйрығымен медбикелер дайындайтын 2 жылдық мектеп болып қаланған болатын. 90 жылдық мерейтой ұлы жеңістің 80 жылдығымен тұспа-тұс келіп тұрғаны да оқу орны үшін маңызы зор. Ақтөбе медбикелік мектебінің түлектері мен оқытушылары да ұлы жеңіске үлес қосты. Жаңа ғасыр оқу орнының тарихында көптеген өзгерістермен айқын. 2017 жылы араға 16 жыл салып, колледж ұжымының талабы бойынша Қазақстан Республикасы үкіметінің қаулысымен Кеңес одағының батыры Мәншүк Мәметова атағы берілді. 2020 жылы Мәншүк ескерткіші мен аллея орнатылды. Колледждің материалдық техникалық базасы қазіргі инновациялық білім беру стандарттарына сай заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген. Кабинеттер мен зертханалар оқу фантомдарымен, заманауи тренажер манекендермен, медициналық аспаптармен, науқастарға күтім жасау заттарымен, медициналық құрал-саймандар жиынтығымен, аудиториялық және симуляциялық сабақтарды өткізу үшін, сондай-ақ аралық қорытынды мемлекеттік аттестаттауды дайындау және өткізу үшін қажетті техникалық оқыту құралдарымен жабдықталған. Білім беру сапасын қамтамасыз етудің маңызды факторы және колледждің тұрақты дамуының материалдық техникалық базаны үнемі жақсарту болып табылады. Колледжде оқушылардың білім алуына барлық жағдай жасалған. 2018 жылдан бастап оқу орны Ақтөбе жоғары медициналық колледж мәртебесіне ие болды. Мейірбике мамандығы бойынша Мейірбике қолданбалы бакалавры біліктілігіне жеделдетілген білім беру бағдарламасы және жалпы орта білімнен кейінгі бағдарлама бойынша мамандар даярлана бастады. Жыл сайын қолданбалы бакалавр оқушыларының саны артып келеді. Біздің колледж республика және облыс бойынша алғашқылардың бірі болып, инклюзивті білім беруді дамытуды қолдап, және нашар көретін, нашар естетін және зағиптарды мамандық алуға даярлайды. Бұл оқу орны батыс өңірі бойынша мүмкіндігі шектеулі жандарды оқытатын жалғыз оқу орны болып табылады. Білім алушылардың практикалық дайындауы Ақтөбе облысы мен қаланың ірі клиникалары базаларында тәжірибелі және үздік орта медициналық қызметкерлер мен тәжірибелі оқытушылардың қатысуымен жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасында мейірбике ісін дамытудың кешенді жоспарына сәйкес және Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасының арнайы бұйрығы негізінде Ақтөбе медициналық колледжі облыста мейірбике ісін дамыту орталығы болып құрылған болатын. Оқу үдерісі тәрбиемен қатар жүреді. Колледждегі тәрбие жұмысы Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрінің білім беру ұйымдарындағы біртұтас тәрбие бағдарламасы негізінде жүргізіліп отыр. Колледждегі тәрбие жұмысының мақсаты адамгершілік ұстанымы мол, рухани байлығы жан-жақты дамыған, әлеуметтік мәдениеті, отансүйгіштік сезімі жоғары, ой-өрісі кең, жан-жақты және үйлесімді дамыған жеке тұлғаны қалыптастыру. Республикамыздағы білім ордаларының ішінде өзіндік бірегей орны бар. Оқу орны Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжінде оқытушылардың кадрлық құрамы тұрақты, колледж жоғары білікті профессорлық оқытушылық кадрлармен жасақталған. Бүгінде колледж ұжымы заман талабына сай білікті әрі бәсекеге қабілетті мамандар даярлау ісіне елеулі үлес қосуда. Медицина саласының білікті мамандарын дайындайтын қара шаңырақ осы жылдар ішінде терең де тағылымды тарихи жолдан өтіп, биік белестерді бағындырды. Осы жылдар ішінде колледждің материалдық техникалық базасы нығайған, іргелі де бірегей оқу орнына айналды. Білім алушылар мен оқытушылар ғылыми жобалардан, спартакиадалардан, пәндік олимпиадалардан түрлі жарыстың жеңіс додасын алдыңғы қатарында. 90 жылдық мерейтой қарсаңында медициналық әлеуметтік күтім құзыреттілігі бойынша WorldSkills чемпионатында жоғары деңгейде білімін көрсетіп, бірінші орынды иеленді. Қазіргі таңда медициналық білім беру және ғылым ұйымдарының білім беру қызметін рейтингтік бағалау нәтижесінде республика бойынша медициналық оқу орындары арасында бірінші орынды иеленіп тұрмыз. Алдағы мақсатымыз ширек ғасыр мерейтойға алдымызға қойған бақытымыздан таймай, саналы ұрпақ
сапалы маман тәрбиелеу.